Бұл көптен күткен тапсырысым DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Бұл камераға қысқаша обзор болады. Ең біріншіден әрине біз unpackingтен бастаймыз. Osmo Pocket 3-тің екі версиясы бар, ол Creator Combo және жай менде Combo, және ішіне не кіретінін қазір бірге ашып көреміз. Осындай керемет сөмкесі бар. Сапасы өте жақсы, қалың. Ішінде камераның өзі. Бұл қателеспесем бізде қосымша батареясы, яғни камераның өзінің батареясы бар, және аккумулятор отырғанда мен осындай қосымша батареяны қосып әрі қарай түсіре беруге болады. Бұл нәрсені мен білмеймін. Одан кейін осындай кішігірім штативі бар. Тренога. Осылай қосылады. Өте ыңғайлы. Және комбо версияда бір микрофоны болады. Бұл деген үлкен плюс лайк. Мұнда қуаттау сымдары Type-C да Type-C. Бұл бізде микрофонға арналған. Болды. Бұл қорапта не екенін көрейік. Бұл бізде камераны қорғайтын тыс қабы. Осылай салынады. Тыс қап енді керек нәрсе. Әсіресе жолда болғанда жай камераны саласыды. Бір сөмкеде немесе жолда сынып кетуден қорғайды. Сонымен комплектацияға не кіреді? Сөмкесі, камераның өзі, қорғаныс тысқабы, қосымша батареясы, мини-штатив, қосымша модуль және микрофон. Бірдене жетіспейтін сияқты. Міне, таптым. Микрофонмен бірге жүретін магнит және широкоугольный объектив. Енді бұл камераны не үшін алдым деп сұрасаңыз, оның себебі бір, ол влог түсіру. Яғни біз саяхатқа шыққанда шетелге влог түсіру, немесе күнделікті өмірде влогтар түсіру. Яғни мен соңғы бір 2-3 жылдай өзіме кішкентай камера қарап жүрдім. Менде iPhone 15 Pro, iPhone әрине сөз жоқ, ол да күшті түсіреді. Айтпақшы біздің Грузия туралы влогымыз ол iPhone 15-ке түсірілген. Pocket 3-ті мен жылдың басында көргенде бірден оны аламын деп шештім. Және міне сәті түсті, ол менің қолымда. Қазір біз қалаға шығып Көкшетауды аралап видео түсіреміз. Функционалын, картинкасын бәрін көрсетемін. Кеттік көрейік. Мен даладамын, бізде Көкшетауда қар, дала суық. 4К 25 кадрға түсіріп жатырмын осы видеоны. Және әзірше петличканы қосқан жоқпын. Картинка қалай? Меніңше күшті. iPhone-ға қарағанда енді объективтің диапазоны кеңірек, сол маған қатты ұнайды. Қазір біз 4К, Full HD және 2.7К-ны салыстыратын боламыз. Қазір мен 4К-ға және 25 кадрға түсіріп жатырмын. Бізде күн тамаша Көкшетауда. Маған бүгін қазір сағат 11:30, 4-ке дейін бәрін түсіру керек, өйткені күн батады. Бұл бізде 2.7К 25 кадр, петличканы әлі қосқан жоқпын. Дауысым тікелей камерадан жазылып жатыр. Соңғы формат Full HD 25 кадр. Дала суық. Айтпақшы, қалған настройкалар, баланс белого, экспозиция, ол бәрі автоматты түрде тұр. Мен оны өзгерткен жоқпын. DJI петличкасын қостым, өте тез қосылды. Қалай естіліп тұр? 1, 2, 3. Аю отыр партада, 2 қолы қалтада. Қазір мен жолдың қасына барам. Дәл жолдың қасына келдім. Қазір осы микрофонның шумоподавлениясын көреміз. 1, 2, 3, 4 қалай естіліп тұр?
Көкшетаудың ең басты жолы Назарбаев көшесі. Айырмашылығын көрсіңдер деп мен қазір микрофонды өшіріп тастадым. Тікелей камерадан менің дауысым жазылып тұр. Артында міне машиналар, трафик. DJI компаниясы шынымен дрондар болсын, камералар, стабилизатор, микрофондар бәрін жоғары сапада жасайды. Микрофонға келсек, бір минус байқадым. Мысалы, DJI Pocket 3 пен DJI микрофондардың бірінші версиялары істемейді, қосылмайды. Және керісінше DJI микрофондардың екінші версиясы Pocket 2 мен қосылмайды. Менің көмекшім келді. Айгерім, танысып қойыңыз. Айтсайшы бірдеңе. Всем сәлем. Меня зовут Айгерім. Я жена Зулдана. Енді біз фокусты тексереміз. Фокус мұнда өте күшті. Қазір өзіңіз көресіз. Slow-mo. Pocket 3-тің келесі бір күшті фишкасын көрейік. Камераны капотқа қойып, актив трек функциясын қостым. Қараңыз, қалай күшті. Оң жаққа, солға. Мен қай жаққа барам, камера сол жаққа қозғалады. Өте күшті функция. Сәтті пайдаланып, микрофонның қандай ара қашықтықта жұмыс жасайтынын көрейік. 1, 2, 3, 4. Қазір артқа барам. 10 метрге. Менің көзім көрмейді, соқырмын. Бірақ меніңше камера әлі мені ұстап тұр. Микрофон, камераны. Тест. Камера алғам. Істеп жатыр. Актив тректің бір жақсы жағы. Мен мысалы осылай влог түсіргенде қай жаққа бұрылсам да камера менің артымнан жүреді. Мен ортада болам. Қараңыз. Базардың дәл ортасында жүрмін. Қазір таймлапс түсіреміз. Келесі функциясы спиншат. Камераның 180 градусқа айналуы. Кеттік. Pocket 3-тің стабилизациясы да жаман емес, тіпті жақсы да айтуға болады. Өткені ондай резкий скачоктар деген жоқ. Қазір оны да біз тексереміз. Сіз айтатын шығарсыз, Сұлтан, күндіз күн сәулесі түскенде кез келген телефонға, андроидқа түсірсен, картинка жақсы болады деп. Мен сізбен келісем. Ол үшін мен сағат 4-ті күтіп, бізде 4-те күн батады. Солтүстікте осылай. Президент мырза, рахмет.
Қазір сағат 4:30, 4К 25 кадрға түсіріп жатырмын. Тағы кішкене бір сағаттай, 1 сағат 2 сағат жүремді. Сосын қап қараңғы болғанда тағы да видеоларды түсірем. Әзірше бәрі ұнап жатыр. Айтпақшы, батареясы жақсы ұстайды. Маған қосымша батареямен бірге 3 сағаттай жетті. 3 сағатқа, 3,5 сағатқа осылай. Осында 2x зумы бар. Мен болды, шамам жеткенше түсірдім. Ұнады деп үміттенем. Лайк басып, парақшама тіркеліп қойыңыздар, қолдап қойыңыз. Сізге қалай? Ұнады ма? Маған қатты ұнады, көңілімнен шықты. Жеп-жеңіл, картинкасы керемет, дисплейі бар. Видео түсіру үшін менің ойымша ең жақсы камера. Біз Әйгерім екеуміз жуырда үлкен саяхатқа шығамыз. Және сол саяхатты әрине мен видеоға түсірем. Сосын влог, монтаж жасап бәрін YouTubeға салам. Басқаша айтқанда, бұл камера үшін ол тест-драйв болады. Бұл камераны Pocket 3-ті алғыңыз келсе, осы видеоның астында сілтемені қалдырам, Кэшоп дүкеннен тапсырыс беріп, кез келген Қазақстаннан алуға болады. Жеткізу тегін.